Құрметсіздер ме балалар, сабақтың тақырыбы Талғат Мұсабаев, ұшқыш болам, Тұманбай Молдағалиев. Көкке ұшамын, ұшқыш болар баламын, соңынан ерем Мұсабаев таяғаның. Батыр болам, көк аспанды сүйемін, жұлдыздарға барып келіп жүремін. Жаңа сөздерді үйренейік. Әуе, небо, воздух, құпия, секрет, жымыңдау, мерцание. Осы сөздерді жаттаймыз, сөздік дәптерге жазамыз. Выучи эти слова, запиши словаре. Сөз тіркестерін есте сақтаймыз. Сөз тіркестері словосочетание. Жарық жұлдыз, жарқыраған жұлдыз, жақын жұлдыз, алыс жұлдыз, кішкентай жұлдыз, үлкен жұлдыз, құпия жұлдыз, сиқырлы жұлдыз, танымал жұлдыз, белгісіз жұлдыз, жымыңдаған жұлдыз. Ал енді мәтінді тыңдаймыз. Талғат Мұсабаев қазақтың екінші, әлемнің 309-шы ғарышкері. Ол бір ай ішінде 5 рет ашық ғарышта болған. Сапар үшін Гиннестің рекордтар кітабына енген. 2001 жылы сапарында Талғат алғашқы ғарышкер турист Денис Титомен бірге ұшады. Ғарышта Титоның денсаулығы нашарлап, оған екпе салады. Стансада басын жаралап алған кезде емдеп тігеді. Осыдан кейін Талғат Мұсабаев ғарышкерлер арасында ғарыш хирургы деген атаққа ие болады. Ашық ғарышқа шыққанда кемеге бекітетін тетік ажырап кетеді. Кемеден алыстай түсіп, енді оралмастай болған жағдайда таңғажайып күш оны құтқарып қалады. Осылайша ғарышкер аман қалады. Жаттығайық. Берілген сөздермен сөз тіркестерін құрап айт. Үлгі: жарық, жұлдыз, жымыңдаған жұлдыз, жарқыраған жұлдыз, құпия жұлдыз.